Сарыағаш ауданының әкімі Арман Абдуллаев Тегішіл ауылдық округі тұрғындарымен кездесті. Тегішілдіктер өздерінің өтініштері мен талап тілектері және мұң-мұқтаждарын айтып, аудан әкіміне көкейдегі сауалдарын да қойды. Өңір басшысы сұрақтарға тұшымды заң аясында жауап берді. Аудан әкімі алдыңғы кездесуде көтерілген мәселелердің қаншалықты орындалған тұрғындар алдында баяндап, алдағы жоспарларымен бөлісіп, тегішілдіктердің өзекті мәселелері мен ұсыныстарын тыңдады. Бүгін өздеріңізбен арнайы кездесіп тұрмын. Мақсат талаптарыңыз бен ұсыныстарыңызды тыңдау. Бюджеттің жағдайы белгілі. Барынша тиімді қолданып, бірінші кезекте халыққа аса маңызды мәселелерді шешуге күш саламыз. Сіздердің өтініштеріңіз назарға алынып, алдағы уақытта бюджеттің мүмкіндігіне қарай тиісті тірліктер іске асатын болады, деді аудан басшысы. Көтерілген мәселелердің бірі 34-ші Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің жылыту жүйесіндегі мәселелер көтерілген болатын. Қазір енді жылу қазандығы орнатылды. Жақында осы газбен қамту жұмысы бітетін болса, қазір құжаттандыру жұмыстары. Мектепке жылу беріледі қазір. Ішкі көшелерді асфальттау мәселесі, шағын төсеу мәселесі көтерілген болатын. Тегішілердің мекенінде біз Арап көшесіне қаржы бөлдік. Қазір ол жол бітті деп баяндалып отыр. Солай ма? Солай. Келесі мәдениет елді мекенінде де осы көшелерді асфальттау мәселесі көтерілген. Байтұрұлы көшесін ортадан жөндеуден өткізу, яғни асфальттау үшін біз қаржы бөлгенбіз. Құны 52,3 миллион теңге. Астана Smart Plus деген компания мердігер болып танылған конкурстың нәтижесінде біз қазір жұмыстарын көріп келдік. Қазір мердігер мекеме соның басында тұр. Қазір эмоциясын бәрі шашып жатыр екен, жаңа мен көріп келдім. Кездесу барысында тұрғындардың басым бөлігі аяқ жол, спорт кешені, асфальт, ағын су, аялдама салу сынды мәселелерді көтерді. Жеке мәселелер туралы өтініштері мен пікірлерін де айтып өтті. Өңір басшысы тұрғындар тарапынан көтерілген әрбір мәселе назарға алынып, кезең-кезеңмен шешілу жолдары қарастырылып, алдағы уақытта заңға сәйкес тиісті жұмыстар атқарылатынын айтып өтті. Аудан әкімі Арман Абдуллаев Тегішіл ауылдық округіндегі құрылыс аяқталған спорт және балалар алаңшасына арнайы барып сапасын бақылады. Аудан басшысына жоспарланған уақыттан кешіктірмей ел игілігіне пайдалануға берілген спорт және балалар алаңшасына ауыл ақсақалдары ризашылықтарын білдіріп, баталарын берді. Сонымен қоса аудан әкімі Тегішіл ауылдық округіндегі жаңадан төселіп жатқан жолдарды асфальттау жұмыстарында барып көрді. Қуаныш Амангелді, Марат Жолдас, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.